аласың менің қолымда. Менде әдемі көпіршіктер соғады. Сен оны сыға аласың ба? Жоқ, сыға алмаймын. Онда апайдан сұрап қояйық. Апай! Ал қызым. Менің қолымды көрдіңіз ба? Менде әдемі күшті көпіршіктер соғады. Сіз оны сыға аласыңыз ба? Қыздар, олай болса, қазір біз бұл көпіршіктерге тәжірибе жасап көрейік. Қане қолдарын жуып, тәжірибе алаңына барамыз. Жарайды. Біз тәжірибе алаңына келдік. Біздің бүгінгі тақырыбымыз сабынды көпіршіктер деп аталады. Қане, біз ең әуелі тәжірибе жасаған кезімізде орнымыздан тұрып кетпеуіміз керек, және үлкеннің көмегінсіз басқа өзге заттарды ұстамауымыз керек. Жарай ма? Ал біздің бүгінгі тәжірибемізге керекті құралдар сусабын, сабын және қылқалам және гуашь бояулары қажет. Балалар, алдарында су тұр. Қараңдаршы, суды. Түсі қандай? Кім айтады, судың түсі қандай? Түссіз. Түссіз. Мөлдір судың түсі. Қазір біз суды көпіршіту үшін біз нені қолданамыз? Сусабын. Су сабынды қолданамыз. Су сабынды не үшін қолданамыз? Шашымызды жуу үшін, қолымызды жуу үшін, суды көпірту үшін қолданамыз. Ал барлықтарың су сабынды алып, суды көпірте ойындар. Суға су сабынды құямыз. Көбіктер шықты ма? Иә, қатты көбіктеміз. Енді көбіктерін үлкен болып көпіршіді ма? Иә, көпіршітсе, онда алдарында суреттер бар. Сол табиғат құбылыстарын, табиғаттың суреттерін біз қазір бейнелейміз. Алдарындағы табиғаттың бейнелерін біз сабынды көпіршіктердің үстіне бейнелейміз. Мінәз, сенің алдыңда ненің суреті көріп тұрсың? Күн. Қане, сен гуашьпен күннің суретін бейнеле сабынды көпіршіктің. Аянат, сенің алдыңда ненің суретін көріп тұрсың? Бұлт. Иә, бұлттың суретін бейнеле. Сенің алдында не көріп тұрсың, Айсұлтан? Гүлдің суретін бейнелейміз. Әдемілеп жасаймыз. Ненің суретін бейнеледіңдер? Күннің суреті. Бұл көпіршік жай көпіршік емес, сырлары көп көпіршіктен көп зат жасауға болады екен, Иә, қара, бір бейне жасадыңдар ма табиғаттың бейнесін? Иә, жарайсыңдар балалар. Біз табиғаттың бейнелерін жасадық па? Иә, жарайсыңдар. Бұл көпіршіктердің сырлары көп екен. Көпіршіктен барлық заттар жасауға болады екен.
Олай болса, тәжірибе бүгін жасаған ұнады ма сендерге? Иә. Иә, жарайсыңдар. Осымен біздің тәжірибеміз аяқталды.